Жапонияға 2 атом бомбасын тастаған Американы жапондар логикалық тұрғыдан алғанда ең жек көрсе керек еді. Бірақ бірде-бір жапондықтың аузынан сен олардың Американы жек көрген, қарғаған сілеген сөзін ести алмайсың. Әлеуметтік желіні көр, кезіккен кез келген жапоннан сұра, олар Америкаға тек қана алғысын айтады. Ал сонда Америка оларды сондай бір батпақтан құтқарып еді? Жоқ, екінші дүниежүзілік соғыстан бұрын Жапония жер бетіндегі ең қуатты, ең бай, ең керемет өнеркәсібі, индустриясы дамыған, халқының өзіндік әл ауқаты әлемде ең алдыңғы қатарға шыққан елдің бірі болған. Еуропа мен Америкаға кәдімгідей соғыс ашатындай күш қуаты бар, таңғажайып, азиялық бір қуатты халық болды. Ал жапондар неғып өзінің жерін жаулаған, күні бүгінге дейін әскери база құрып отырған, жеріне адамзат тарихындағы ең алғашқы 2 атом бомбаны тастаған Американы сонша жақсы көреді? Жапонияны жаулап алған Американың генералы Маккаси сол Жапониядан кететін кезде неге миллион жапондық жылап еңіреп көзінен жасы мұрнынан маңқа сағып отырып әуежайға шығарып салады? Осының сыры неде? Сыры әлгі генерал жалпы Америка Жапониядағы бәленбай 1000 жылға созылған феодалдық жүйені аяқтатты. Жапонияда сол патшаның дара билеушілік жүйесін аяқтатты. Патшаның баласы өзінің кім болып дүниеге келгенін білмейді, есін жиғанда патшаның баласы екенін білетін, сосын сол елді билеп төстеп тағдырын шешетін, айналадағы бүкіл елге айдап салып соғыстың өртіне салатын. Тіпті керек десең Қытай, одан кейін Моңғолдың біраз жер, керек десең бүкіл оңтүстік шығыс Азия, керек десең Хонконг, Гонконг, соның бәрін жаулап алған сол Жапония сол патшасын жақсы көрмейді. Неге? Соғыс, зұлым, адам өлімі, ажал. Ал Америка оларға не берді? Америка оларға әрбір жапон азаматы қолында бір сайлау билеті болатын демократиялық жүйені орнатып беріп кетті. Плиз, қасырым. Енді бұл жерде демократиялық жүйенің артықшылығы неде жатыр? Енді ол жерде халық өзі ұнататын, өзі таңдаған, бүкіл халықтың басым көпсәндісі мойындаған адам сол мемлекеттің бірінші басшысы болады. Ол елде қазір патша тек символдық қана патша. Тек әшейін форма. Ал нағыз басшы премьер-министр. Сол басшы премьер-министрді жаңағы Жапонның халқы өзі таңдай алады. Міне таңғажайып деген осы. Таңғажайып деген осы. Ал Жапонияның халқының осы жүйеге көшуіне тіке екінші дүниежүзілік соғыста Американың ол елді басып алуы себеп болды. Және жапондықтардың Америкаға разы болатын бір себебі бар. Бұл жердегі басты бір фактор. Сол кезде Советтің армиясы Еуропа майданында бүкіл шығыс Еуропаны жаулап алып, Германияның жартысын Совет жаулап, жартысын Американың әскері жаулап алып, Нормандиядан құрлыққа шықты. Міне 80 жыл бұрын, осыдан тура 80 жыл бұрын, 1944 жылы. Сөйтіп бүкіл шығыс Еуропа коммунистік, социалистік, тоталитарлық жүйенің езгісінде қалды. Бүкіл шығыс Еуропадағы қазіргі бізбен тағдырлас елдердің барлығы сол кезде орыстың құлдығына қайтадан түсті. Олар неміс фашистерінің басқыншылығынан құтылғанымен орыс фашистерінің басқыншылығына түсіп қалды. Ал Жапонияға да осы тағдыр келіп тұрады. Олар да сөйтіп орыстың бодандығына түсуі мүмкін еді. Сталиннің армиясы сол кезде Жапонның 4 аралын жаулап алды. Ал Америка енді анау қиыр Америка құрлығынан әскерін жөткеп алып келе алмады. Еуропадан да әскерін жөткеп үлгермеді. Бар болғаны атом бомбаны тастады да Жапонияны ұстап қалды. Егер Жапонияны Америка алмағанда бәрібір Совет алады. Ал Совет алған болса, бүгінгі Жапония қандай болар еді? Көз алдыңызға елестетіңізші. Совет Жапонияны жаулап алған болса, бүгінгі Жапонияның сиқы не болатын еді? Көз алдыңызға елестетіңіздер. Сондықтан жапондар осыны біледі. Бірінші, феодалдық патшалық жүйеден құтқарған үшін. Екіншісі, оларға демократиялық еркіндік жүйесін орнатып бергендік үшін. Үшіншісі, советтік, коммунистік, социалистік, фундаменталистік, радикалдық жүйеден сақтап қалғандық үшін жапондар америкалықтарға алғыс білдіреді. Міне жерде көп адамдар ойлайды, ойбай, ұлтшылдық анау мынау. Мысалы, Жапонияның қазір жерінде Американың әскери базасы тұр. Одан Жапонның ұлттық мүддесі зиянға ұшырап тұрған жоқ. Оңтүстік Кореяның да жерінде Американың әскери базасы тұр. Одан Оңтүстік Кореяның ұлттық мүддесі зиянға ұшырап тұрған жоқ. Орысқа арқа сүйеген Солтүстік Корея қандай? Америкаға арқа сүйеген Оңтүстік Корея қандай? Екеуін салыстырыңыздаршы. Өткенде ғана Солтүстік Кореяде Оңтүстік Кореяның сериалдарын компьютерде көрген үшін, қолдарына жеткен флешкімен, компакт дискімен жеткен, жай Оңтүстік Кореяның жаңа сізбен біз көретін жаңа махаббат сериалдарын компьютерінде көріп қойғандық үшін 30 орта мектептің оқушысын өлімге кесті.
Ішінде тек байланысы бар, таныстары бар бірнешеуін ғана өмір бойына қамаққа кесті. Бірден өлім жазасына кесті. Осыдан ақ ойлаңдар. Жай сериал, кино көрген үшін ютубтен сіз күнде көресіз ондай сериал. Міне бұндай диктаторлық жүйе солтүстік Кореяде тұр, ал оңтүстік Корея бақыттан, байлықтан бас айналып отыр. Міне жүйе дейтін нәрсе өте маңызды. Демократия дейтін нәрсенің маңыздылығы осы, қазақтар. Мысалы ойлайсыздар, Қазақстан егеменді ел, біз анау мынау. Былжыраған сөз, оттаған сөз. Қазақстан ешқандай да егеменді ел емес. Біз Ресейдің бір губерниясымыз. Тоқаев ешқандай да президент емес, Назарбаев та ешқандай егемен елдің президент емес. Олар бар болғандығы, санаулы шектеулі еркіндігі бар, бірақ бәрібір Путиннің ұзын арқан тең тұсауында жүрген биліктері сол Ресей Федерациясының құрамындағы Татарстан, Башқұртстандағы сол жердің автономиялы республикаларының президенттерінен сәл ғана билігі көптеу, ұрлаған ақшасын шетелге емін еркін тыға алатын қарақшылар ғана болды. Бұлар да Путинмен бөлісіп отыр. Қазіргі Тоқаевтық жүйеде бәрібір сол Путиннің сызған сызығымен жүретін жүйе. Сондықтан қазақтар бір нәрсені біліңіздер, елде мемлекетте демократия орнату үшін бізге батыстық демократиялық жүйемен одақтасқаннан басқа ешқандай шығар жол жоқ. Бір сұмырайлар қазір қаптап кетті. Орыстың ықпалынан құтылу үшін Қытайға арқа сүйейміз дейді. Әй, ол не деген сөз? Орыстың ықпалынан құтылу үшін Қытайға арқа сүйейміз деген сөз. Қытайдан құтылу үшін Орысқа арқа сүйейміз деген сөз. Бұның бәрі оттаған сөз. Сені қасқыр жесе де сен жемтіксің. Сені арыстан жесе де, сені жолбарыс жесе де сен жемтіксің. Бұлардың бәрі жыртқыш, бір-бірінен айырмасы жоқ. Бізді құтқаратын жалғыз күш еркіндік, теңдікті туғылған, демократияны туғылған батыстық үлгі. Осыдан басқа шығар жол жоқ. Не үшін атом электр станциясына қарсы тұрамыз? Мен тағы да қайталап түсіндірейін. Бұның физикалық, ғылыми тұрғыдан бір себебі бар, геосаяси тұрғыдан екі себебі бар. Сосын ары қарай экология, денсаулыққа зиян, анау мынау дейтін 3-4 себебі бар. Біріншісі мен маңызды түрде қайталап тұрып айтайын. Бұл атом электр станциясын салу, бұл тікеден тіке Путин мен Тоқаев ортасындағы арам жоспар болды. Қазақстанда атом электр станциясына деген зәрулік, қажеттілік мүлде жоқ. Бұл бар болғаны Путиннің Қазақстанды онан арман, тіпті Қазақстан арқылы тұтас Орта Азияны онан арман өзіне тәуелді қыла түсу үшін, шыжымынан шығармай, тұқыртып, қабжылтпай, ұстап отыру үшін ғана жасап отырған дүниесі. Ең бастысы бұл жерде өте үлкен коррупцияға жол беріледі. Себебі атом электр станциясы дейтін бұл нәрседе халықарада оның жаңағы қару-жарақ, анау мынау сияқты оның бағасы жоқ. Айфонның бағасы сияқты тұрақты бағасы жоқ оның. Сондықтан бұл жерде ол уранды байыту дейтін зат бар. Уран 237, уран 235, осылардың жаңа радиациялық ыдырағыштық заттары бар. Оны байыту дейтін бұл жұмыс, оны қазу, айыру, сосын оны байыту дейтін нәрсе, мына өте ыдырағыш, тез ыдырағыш уран сияқты радиациялық элементтердің бұндай жұмыстары, бұл қып-қызыл біздің ортамызға зиян. Екіншісі, осы арқылы Қазақстан дүние жүзіндегі 50-60% уран кенін ұстап отырған біздің уран кендерімізді қосымша талап ретінде Ресей онан арман контролдай түседі. Бұл уран кені біздің халықарада үлкен геосаясатта қолымыздағы бір үлкен қаруымыз, құралымыз еді. Бұл бізді батыс елдермен де, басқа елдерменен де қарым-қатынасты дұрыстауға пайдалы бір мүмкіндігіміз еді. Енді біз оны басы бүтін Ресейге беріп қоямыз. Енді атом электр станциясын салғаннан кейін жарайды, қыруар қаржыны беріп, тағы басқасының бәрін қысқасы Путиннің талабы бойынша шашып отырып, оған біздің жемқорлар қосылып отырып, экологияны бүлдіріп отырып, теңсіз талаптардың бәрін орындай отырып, қазақтың мүддесін аяққа таптай отырып атом электр станциясын салған. Бұл жерде екі ғылыми ұғымды халыққа жеткізуге тура келеді. Біріншісі, бұл атом электр станциясын үнемі жіті қадағалап отыру керек. Ондағы жаңағы радиациялық элементтер, уран тағы басқасы бар. Ол тез тозады, және оны уағында ыждағаттап, жоғары технологиямен қадағалап отырмаса, онда одан апаттық жағдай болады. Атом жарылысы болады. Мысалы, Совет кезіндегі Украинада Чернобыль атом апаты қандай болды? Google-ге кіріп іздеңіздер. Орысша мәлімет емес, ағылшынша мәлімет іздеңіздер. Бұл адамзат тарихындағы ең сұмдық апат болып қалды. Орыстардың технологиясы өте нашар бұл жағында. Екіншіден, бұл атомның жаңағы отыны ыдырағаннан кейін одан қалатын қалдық зат болады. Бұл бейне жаңағы сіз ағашты, неше түрлі отынды жаққаннан кейін одан қалдық шығады. Бензиннен, сәлеркеден, су және көмірқышқыл газдар, тағы басқа газдар шыққандай, одан жаңағы ыдырағаннан кейінгі радиациялық заттар қалады.
Енді осыны зарарсыздандыру дейтін жұмыс болады. Ал ол зарарсыздандыру жұмысы ол бәленбай қабат жердің астында түген бай технологиямен қабат қылып, оның зардабы сыртқа тарамайтын болып, сондай бір керемет бір құпия жаңағы жолдарменен оны бүкіл экологиядан бөлшектейді. Былайша айтқанда, қысқасы, енді образына айтқанда әдемілеп тұрып пакетке салып, оны ол пакетке салып, оны салып қысқасы сыртқа жаңағы үйіміздегі бір қоқсықты жаңағы қапқа салып, пакетке салып, қоқсық жәшігіне тастағанда, енді оны жай тастай салмайсыз. Оны жаңағы басқа экологияға, суға, ауаға жібермейтін технологиясы болады. Ал осы кезде сол атомның қалдығын, көметін, қоқыс алаңы дейтін нәрсе болады. Ал бұл қоқыс алаңы деген сөз, ертең Ресей, онда бұл қоқыс алаңында өзінің бүкіл атомдық қоқыстарын әкеп біздің жерімізге көмуі мүмкін. Себебі оны бақылайтын жүйе біздің биліктің қолында болмайды. Біздің атом станциямыздан шығып жатқан қоқыс па, Ресейдің қоқысы ма? Содан оның барлығын алып келеді де бізге көмеді. Ал ол деген сөз қазақ жерін тағы да 1000 жылға улау деген сөз. Енді осыдан ойлаңдар. Жаңа істеп тұрған электростанцияның өзі кез келген уақытта атом болып жарылып кетуі мүмкін. Яғни кез келген уақытта Қазақстан демократиялық жүйеге ауысайын десе, басқа өзінің бір ұлттық мүддесі үшін батыспенен одақтасайын десе, онда Ресей алады да оны кез келген уақытта жаралады. Ал атом электростанциясын салғаннан кейін бітті. Қазақстан Ресейдің басы байлы, кесік құлақты, таңбалы құлы болады да қалады. Сосын ешқашан Қазақстанменен енді басқа бір демократиялық елдердің, батыстық елдердің одақтасуы қиын болады, технологиялық. Себебі инвесторлердің бәрі Қазақстан деген Ресей екен деп біледі. Себебі бұндай маңызды жүйені кімге бердің, сен қысқасы соның ықпалында елсің. Әсіресе Ресейдің империялық, державалық, пиғылы, қара ниетінің қандай екені әлемге. Ол деген сөз бүкіл дүние енді Қазақстаннан қашады. Инвестиция да келмейді. Бітті, сен жаңағы бір оба тигендей, оқыра тигендей, бір алапес болғандай, бір сұмдық ауру сияқты бүкіл батыстық инвесторлар кез келген миллион, миллиардын салам дегендер, өндіріс ашам дегендер, жұмыс берем дегендер, соның барлығы ойлайды, бітті, мынау Ресейдің бір өлкесі, Ресейдің бір бөлігі деп қарайды. Енді оның жаңағы апаттық жағдайларын туындырды. Кез келген уақытта біздің ұлтымыздың тағдыры Путиннің қолында болады. Немесе Путиннен кейінгі кез келген орыстың жаңағы сұмырайының қолында болады. Біздің ұлттық тағдырымызды орыстың қолына ұстатып қоятын жоба болғанды. Және ең бастысы, тұтас Орта Азия апаттық жағдайға айналып қалады. Ойлаңыздаршы, әлемдегі ең мықты дамыған еуропалық елдердің өзі атомнан бас тартып жатыр. Еуропалық елдердің өзі атомнан бас тартып жатыр. Бізде сондай дүрілдеп тұрған зауыт, өндіріс жоқ қой. Пойызымыздың бәрі электрмен жүріп, көлігіміздің бәрі электрмен жүріп жатқан жоқ. Дүрілдеп, сақылдап зауыт істеп тұрса екен. Жоқ. Қазақстанға оның мүлде керек жоқ. Біздің мұнайымыз бар, газымыз бар, соны жақсақ жеткілікті. Машинамызды да мұнаймен, газбен жүргіземіз. Ауылда сиырдың тезегін жақса да қазақ аштан өлмейді, көштен қалмайды. Бұл деген сөз біздің ұлтымызға жасалған үлкен апат. Қазір енді мынау зұлым жүйе өздерінше ана қалың маймылдарды шығарып, өздерінше Қазақстанның халқы осыған жаңағы мұқтаж деген сияқты қылып, анау аңқау жастарды алдап, бопсалап, олар неше түрлі жаңағы бізге атом электростанциясы керек деп челленджі жасап сөйтіп депті. Оның бәрінің басында тұрған сол биліктің тетушка маймылдары. Ал қарапайым халық менімен қатысы жоқ, мен саясатқа кірмеймін деп айтпашы ешқашан. Себебі құритыны сенің ұрпағың ғой, және денсаулық. Қазақ жер бетіндегі атомнан ең көп зардап шеккен ел. Ең көп зардап шеккен. Және біз орыс дейтін зұлым мына тобыр қауымның тепкісін ең көп көрген қаламыз. Біздің орыстан көрмегеніміз қалмады. Дәл осы мәселеде қазақтар атом электростанциясын салу дегенге басыбайлы қарсы тұрмасаңыздар, онда біз өзімізге өзіміз өлім жазасын оқыған боламыз. Өлімнің үкімін оқыған боламыз. Қазақтар, қарсы тұрыңыздар. Әлеуметтік желіде жаппай қарсы тұрыңыздар. Туыс-туған жиналып, үйде бас қосып отыр. Әрбір жеке тұлға видео үндеулер тастап, атом электростанциясына қарсымыз деңіздер. Өзіміз үшін, аман сау өмір сүріміз үшін, ұрпағымыз үшін, немере шөбереміз, ең соңғы туажат шөп желкемізге дейін бізге дұрыс адам сияқты өмір сүру керек. Тоқаев пен Путиннің арамызда жоспарына тосқауыл қойыңыздар. Құрметпен, Серік Жамбілашев.